Reported speech автор сөзін сөйлеуші кейбір өзгерістерді ескере отырып жеткізуін айтамыз. Сөйлеушінің әңгімесінің мазмұны сақталады. Ол үшін үш қағиданы ескеруіміз қажет. Say, tell, ask дұрыс қолдану, шақтардың қиылысу ережесін сақтау, есімдік пен мезгіл үстеулерін өзгеруін бақылау. Say hello, say good morning, say something. Tell the truth, tell a lie, tell a story. Ask a question, ask the price, ask about somebody. Шақтардың қиылысу ережесіне сәйкес reported speech'та барлық сөйлемдер past формада қолданылады. Яғни, for example, I like cooking, маған тамақ әзірлеген ұнайды. Ол оған тағам әзірлегенді ұнататын айтты дейтін болсақ, she said that she liked cooking. Will, would болып өзгереді. I will close the door. Мен есікті жабамын. He said that he would close the door. Ол оған есікті жабатынын айтты. Мезгіл үстеуі біршама өзгерістерге ұшырайды. Өткен шақтағы мағынада қолданамыз. For example, today, бүгін. Бүгін емес, that day. Сол күні деп қолданамыз. Видеоны тоқтатып, кестеде берілген сөздерді жазып алыңыздар. Келесі берілген сөйлемдерді ағылшын тілінен қазақ тіліне аударамыз. Төртінші жаттығуды төл сөзден төлеу сөзге аударып жазамыз.